тұрған нәрселер бар. Таң намазына азан айтылғаннан кейін 2 ракат сүннаттан басқа намаз оқытылмайды. Нәпіл. Асыр намаздан кейін бар ғой, асыр намаз оқығаннан кейін де нәпіл намаз оқылмайды. Бірақ қарыз намаздарды оқи білсеңіз болады бұл уақытта. Таң намазына азан айтылды. Қарыз намазды имам неге шыққанша тәкбір айтып оқи беру болады бамдан. Имам намаз оқып болғаннан кейін барып, әлі күн шыққанша уақыт бар ғой, қарыз намаздарды оқуға шариғат рұқсат береді. Сол оқу керек. Асырдан кейін нәпіл намаз оқып болмайды, бірақ қарыз намазды оқыса болады. Оразаларды да солай тұту керек. Қанша күн не қылдың? Сұрақ күн сен ба қол көтеріп отыр? Мына жігіт қойып жіберсін. Иә. Қайсысы? Иә. Намазда көзді жұмып оқуға бола ма? Екінші сұрақ, мынау намазда мысалы сәждеге мен кейде үш рет шатасып кетеді, үш рет басын неғып қояды. Сол кезде шатасқан кезде намазым бұзыла ма, или басынан жалғастырып оқи берген дұрыс па? Енді бар ғой, көзді жұму макрух болады. Намазда көз жұмбайды. Аспанға бұда қарап болмайды. Намазда тұрған кезде сәждеге қарайсыз. Өккен кезде аяқ несіне, неде отырған кезде не? Көкірекке қарайсыз. Бірінші мәрте ол болған болса, бірінші мәрте оны бастан оқу керек. Қайталайтын болса, сіз не қыласыз? Әрекет қыласыз. Қайсысы ақиқат? Ақиқат 2 ма, 3 па? 1 ма, 2 ма? Оған жете алмайтын болсаңыз, азын аласыз. 1 мәрте сәжде қылды ба, 2 мәрте сәжде, 1 мәрте сәжде қылды. Жігіттер бар ғой, уаспаса деген нәрсе бар. Күмән бар, уаспаса бар. Күмән болса, ол күмәнді кетіру керек. Уаспасаның емі бар ғой, уаспасаға көңіл бөлмеу керек. Шайтан сені уаспаса қылады. Уаспаса не болады жаңағы? Таза жүруіміз керек. Қолын жуып не қыл, бисмилля деп тамақтың несі ашылып қалмасын үйде. Бәрін жауып қою керек. Оң олман жеу, уаспасаға көңіл бөлмеу керек. Шайтан бір уаспасаға іліп алса, кеттің сен. Өткенде о, баяғыда біреу деп айтады, не дейді, субханалла дейді, ұстаз дейді, жұмаға дейін дәрет алдым дейді. Ойбай неге жұмаға дәрет алдым? Жуынам жел шығып кеткен сияқты болады. Жуынам жел шығып. Пайғамбар салам айтты ғой. Иісін сезбедің ба, дауысын еспедің ба, желі шығады. Не уаспасаға түсе бересің? Шайтан кейін айтады, бұл құрса, мен істейтін жұмысым әлі таза емес екен дейді. Соған алып барады да, құлшылықты тастатып қойған. Уаспаса деген, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, пайғамбар дуалары, фалақ, нас нелерін оқып. Бұл күмәнді кетіру керек, уаспасаға емі. Аллахқа қарайса, құл аузу би раббин нас дейді. Не деп атыр? Адамдардың несі? Рәбісі. Илахи нас дейді. Адамдардың рәбісінен панадың жәрдем сұрайды. Адамдардың илахы малики нас дейді. Қараңыздар. Адамдардың патшасы. Неге айтып атыр? 3 нәрсе. Өйткені одан кейін келіп атқан проблема да мин шаррил уасвасил ханнас. Ханнастың уаспасасынан. Аллази ювасвису фи судурин нас. Адамдардың көкірегіне уаспаса. Минал джиннати уан нас. Адамдар менене жындардан болған. Біреу келді о баяғыда таң намазды оқиды, мен намаз оқымаған сияқтымын дейді, қайттарын оқиды. Ай, субханалла, мен айттым, сен жасып қойшы, таң намазын оқыдың. Күлмеу керек екен, пешін намазын оқыдың. Алжымау керек. Мынау нелерде әр түрлі ақпараттар адамды алжытып жеп. Отырғанда да сол қалыптасып,
кейін бір мақсатта жүру де бұл адамды алшытпайды болған. Адамның мінезі жақсы қалыптасады. Әр мақсатқа секіре берсең, сонда уаспасаға түсесің. Қолың қанап кетсе, мен немен Шафиімін. Қолың әйелдерге тиіп кетсе, немен мен Абу Ханифамын. Bir kыздың әкесі көнбей қалса, мен Ханафимін дейді. Оңбаған тірлігі да. Ауыр үстіне жеңілдің астына ол болмайды барды. Ақидада, мазхабта, алқания. Сендер ақида несі айтып жатсың, Абу Ханифа рахматулла алейх не деген? Абу Ханифа рахматулла алейх бүкіл ахлі сүнна уәл жамағаттың несі? Масқабы Аллаху субхану ва тааланы тәнзих қылған бірінші. Алла еш нәрсеге ұқсамайды, еш нәрсе неге ұқсамайды? Аллаға ұқсамайды. Жүзден мұрат кен не дейді, ол Алланың заты деген. Кімдер? Матуридилер, ашарилер. Алланың заты. Адамға түсінікті болу үшін да. Ал Абу Ханифа Аллаға тапсырып, Алланы пәк деді. Мұнау емес, Аллах айтқан жоқ Абу Ханифа, адамның жүзі сияқты жүзі бар деген. Бұл жаварих. Ахл сүнна уәл жамағаттың бірінші несі, бірінші тәнзих. Алла еш мақұлыққа ұқсамайды. Тәнзих бар. Екінші аяттар келген кезде испат қылады. Испатты сахабалардың біразы Аллаға тапсырды. Ал кейінгілер тәуил қылды. Екеуі де тура. Ал мынау оңбағандардың жолы бірінші Аллаға испат береді. Алланың қолы бар дейді. Алланың жүзі бар дейді. Содан кейін барып не қылам дейді, өзі Абу Ханифа сияқты мен оны дейді, Аллаға тапсырып деп, сен сол айтып қойдың, сенің қолы бар дейді. Қандай қол деген сенің қолады ғой. Сен бірінші тәнзих қылғаныңда, кейін барып испат қылғаныңда, испатты тауфиқ Аллаға тапсырып, табил қылғанда проблема болмайтын еді. Сен бірінші испат қылып жатыр олар. Екі нәрсе бар, бауырларым, айта тұрған сөз бар ғой. Екі нәрседен шықпай қалған адам ол миллион уағыз айтсын, адамдарды мешітке топтасын, жұрттың бәрін адастырған болады. Екі нәрседен шыға алмаса, бірінші уахым дейді. Уахым деген не ол? Шариғатта төрт нәрсе. Бірінші яқин дейді. Яқин деген нәрсе 100%. Міне, құл хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Бұл яқин болады. Екінші зон болады. Зон деген 99'da 51. Inni zonantu anni mulaqi hisabiya. Men Rabbime жолығуымды мен ойлаған едім. Немесе бұл ваджиб. Инна атайнакал каусар фасолли ли роббика ванхар. Намаз оқуда құрбандық шал деді. Бірақ қайсы намаз екенін айтқан жоқ. Сондықтан айт намазы не болып тұр? Уажып болып тұр. Құрбандық шалу не болып тұр? Уажып болып. Бұл 99'da не болып тұр? 51 болып тұр. Одан кейін шәк болады. 50'де 50. Бұл шариғат алынбайды. Одан кейін уахым дейді. Хиял. Құдай деп бір нәрсені ойлап алды, Құдай сақтасын. Енді о сорлы оның Құдайын қай жерге қоярын білмей жүр жаңағы. Басына бұрған кезде табылмай қалады жаңағы. Иман деген баста болмайды, иман деген жүректе болады. Бастан уақымды алмаса, рухынан нәпсіні алмаса, ол толыққанды шынайы момын мұсылман бола алмайды. Біз оны діннен шығып кетті демейміз. Міне, уақым менен, уақым деген не ол? Хиял парас.
Нәпсіден айырылмасаң, сен иманның ләззатын тарта алмайсың. Жүреді. Бұған әрекет қылу керек. Аллаху субхану ва тағала әлемнің ішінде де, әлемнің сыртында емес десең, ойбай, онда Құдайды жоқ деп аламыз. Уақым тұр да ота. Бауыр, не қорқасың? Аспан, жер жоқ кезде Құдай бар ма еді? Бар ғой Аллахты болса. Үй сұқпай жап, үйдің іші сырты бар ма еді? Алланың құдіреті мықты. Жұмыртқаны, шеберде шебер дегенше, Алланы шебер десең шай, жұмыртқаны құс қылған, қар жауылар қыс қылған. Ешқандай бір аппарат жоқ қой, үйде бір машинелерің бұзылып қалса, бір есто жоқ шығар, бір кіргізіп қоясын сыртынан, бүйтіп, жөндеп болды жөндейді деп, оны не қылады? Адам тексереді. Аллаху субхану ва тағала әлемнің ішінде де сыртында емес деген бұны. Жұмыртқаның ішінде оны құсты жаратады ғой. Оны сарыға бояйды ғой Аллах Тағала. Алланың құдіреті шексіз. Аллах дейді: "Кан Аллаху ала макан, ва хуа ал-ана ала ма алейхи кан, ва лам ятағайр лама халақал макана ам макан" дейді. Алла болды, орын уақыт болған жоқ. Ол әзір болғанындай, олын мен уақытты жаратқаннан кейін болғанынан ол неған жоқ дейді, өзгерген жоқ дейді. Проблемасы уақытында тұр. Ойбай, аршының үстінде. Аршы жоқ кезде Алла қаяқта ет десең, ойбай, осы сұрақты қоймашы. Құдай сақтасын, аршы жоқ кезде Құдай жоқ десең, кәпір болдың. Алламан бірге аршы болды десең, мүшрик болдың. Абу Бәкір Сыддиқ не деді? Пайғамбар Есім айтты ғой, иманның, Абу Бәкірдің иманын тараздың бір шетіне, екіншісini қойсаң бүкіл үммет. Оның ішінде Омар да бар, Усман да бар, Али да бар. Абу Бәкірдің кене келеді деді, бақсын біледі. Сол Абу Бәкір иманы не деді? Ажзы дәлкін идракын бақсу ән зәтихи күфрін ишракын деді. Алланы біле алмағаныңды мойындағаның, Алланы білгенің деді, оның затын іздегенің, оған кәпір болып, оған мүшрик болғаның деді. Одан артық не керек? Алхамдулиллахи Rabbil Аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Жаратқан жалғыз егем, өзіңнің хақтығыңды, өзіңнің мінсіздігіңді, өзіңнің көркем есімдеріңмен, өзіңнің ұлы сипаттарыңды жүрегіңізге жатқыз Раббым. Раббым, иманымызды пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламның, Ибрахимнің, Мусаның, Исаның, Нухтың, Закария, Яхияның имандай, Жабраилдің, Микаилдің, Исрафилдің имандай қыл жаратқан жалғыз егем. Жаратқан жалғыз егем. Ислам дініне қуат бер, мұсылмандарға бірлік бер Раббым. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اجرت كان جازم بارد وزاق ومرزور دين صالب دوام العافية حسن الخاتمة بر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم برحمته.